Бәріне сәлем, мен өзім жиі дайындайтын және таңғы асқа полдникқа жейтін осындай ПП вафлидің рецептімен бөліспекшімін. Бұл өте оңай дайындалады және ингредиенттері қолжетімді, әрбір ас үйден табуға болады. Ингредиенттердің мөлшерінің барлығын описаниеда қалдырамын. Ең алдымен чашкамызға творогты, жұмыртқа, какао, разрыхлитель, сахарозаменитель және тұз барлығын салып қоямыз. Одан кейін овсянканы блендерден өткізіп, ұсақтап ұн жасайтын боламыз. Мен бұл жерде ингредиенттердің барлығын 2 еселеп алып жатырмын, өйткені жартысынан ПП вафли жасаймын. Егер вафельница жоқ болса, дәл осы рецепттен панкейки жасауға болады. Оны келесі видеода көрсетемін. Сол үшін мен барлығын көбірек 2 еселеп алып жатырмын. Овсянкадан ұсақтап ұн жасап алғаннан кейін, оны бағанағы қалған ингредиенттерге қосып, осылай бір келкі болғанша жақсылап барлығын араластырамыз. Бізде осындай бір келкі масса шығу керек. Массамыз дайын. Енді вафельницамызды қыздырып, вафли пісіруге кірісеміз. Вафельницаға үлкен қасықпен 1,5-2 қасықтан салсаңыз болады. Толтырып 2 қасық салсаңыз, онда вафли 4 бұрышты болып, барлық шеті бір келкі болып шығады. Вафлилерді шамамен 7-8 минуттан пісіремін. Барлық вафлилерді пісіріп алғаннан кейін, оларды жақсылап кептіріп қоямын. Бір жақ беті кепкеннен кейін, екінші бетіне аударып, тағы да жақсылап кептіріп аламын. Дайын болған вафлилерді мен целлофанға салып, морозилкаға салып қоямын. Морозилкаға салып қойған вафлилер тұра береді. Шетінен өзіңізге кез келген уақытта алып, жей берсеңіз болады. Бұл ПП вафлилерді мен осындай греческий және турецкий йогурттармен бірге, мезгілдік жидектермен бірге жегенді жақсы көремін. Одан бөлек мен жиі пайдаланатын сахарозаменительмен жасалған зеро сироптары бар. Сол сироптармен де жеуді ұсынамын. Бұл ПП вафлилерді жолға алып шыққанда, прогулкаға барған кезде өзіңізбен алып жүру өте ыңғайлы. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Мен өзім дайындайтын қолжетімді әрі оңай ПП рецептермен бөлісемін.